Сәлем достар, осы рецептіні менен бәрі сұрайды. Және де екі лайфхак көрсетемін, сондықтан видеоны соңына дейін көрсеңіз. Ол үшін бізге бар болғаны қызанақ, тәтті бұрыш, сарымсақ, қаласаңыз ащы бұрыш, үйдегі бар тағамдардан жасайтын боламыз. Және де тұз, қант, май, менде зәйтүн майы, сіріңке қажет болады. Бұрыштарды жуып, тазалап турап аламыз. Ең бірінші чашыға сарымсақ саламыз. Үш секунд 8-ші жылдамдықта езіп аламыз. Дайын болды. Оған қызанақ қосамыз. Бес секунд 10-ші жылдамдықта майдалап аламыз. Дайын болды. Оған тұз, қант, май қосамыз. Алты минут 120 градус бірінші жылдамдықта тағы қайнатып аламыз. Бұрыш қосып, тағда 10 минут қайнатып аламыз. Он минут 100 градус бірінші жылдамдық. Бұл шығып жатыр. Осы жерде көрсеткім келген лайфхак бірінші. Ол банканы параллельно стерилизовать ету. Яғни термомикстің астында тамақ дайындалып жатса, үстінде сол ыстық парға банка қойсаңыз болады. Соңғы қадам сіріңке қосып, тағда 5 минут қайнатып аламыз. Сол кезде крышкасын қойсаңыз болады. 5 минут 100 градус, бірінші скорость, реверс, яғни пышақты артқа айналдырамыз. Лечомыз дайын болды. Құрамы өзіңізге белгілі, қорықпай жейсіз. Үй жағдайында қол жетімді көкөністерден. Екінші уәде берген лайфхагым ол термомикстің чашысының крышкасын осындай воронка ретінде пайдалансаңыз болады. Яғни ол үстел үстін басқа да дүниелерді бүлдірмейсіз. Ас болсын. Видео ұнаса лайк басып тіркелуді ұмытпаңыз. Және де қоңырауды баса кетіңіз келесі видеоларды жіберіп алмау үшін.